Сәлем достар, бүгін өте дәмді және оңай жасалынатын сметанный пирогын жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал кеттік. Бізге керегі ұн және оған бөлме температурасындағы сармайымызды салып, крошка жасап аламыз. Крошкамыз дайын. Оған қопсытқыш, яғни разрыхлитель, шекер салып араластырамыз. Сосын соған бір жұмыртқамызды салып, қамыр илейміз. Қамырымызды міндетті түрде көп уақыт илеудің қажеті жоқ. Тек қана қамыр біріккенше илеп, яғни біріктіріп, пакетке орап салып холодильникке қалдырамыз. Холодильникте бір 40 минут, 1 сағат шамасында тұрса жетеді. Ал енді начинкасын дайындаймыз, яғни салмасын. Ол үшін бізге жұмыртқа, шекер, сметана салып миксерлейміз. Ал енді қамырымызды формамызға жайғастырып шығамыз. Форма менде 24 диаметрлі. Үстіне салмамызды құйып, 220-230 градуста пеште бетті кішкене сарғайғанша пісіріп аламыз. Қалауынша сахарный пудра сеуіп, әсемдеуіңізге болады, немесе жемістермен. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Үмида.